Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода фрезерный стол туралы көрсететін болам. Әрине фрезерный столды аяғымен жеке тұратындай алып жасауға болар еді, бірақ оған менде оны қоятын жер жоқ болғандықтан керек кезінде осы столдың бетіне қоятын болам. Енді осы столымыздың беттері алынады. Енді осы жерге қазір столды қойып көрсететін болам. Фрезерный стол осындай болып шықты. Параллельный упорымен арт жақтарында барлығы осындай 90 градуспен бекітілген 4 жерден. Осындай екі барашкасы бар. Яғни упорымызды ары бері қозғалтып, размеріне қойғаннан кейін осы жерден барашкамен қатайтып тастайтын боламыз екі жағынан. Арт жағында да осындай барашкалар бар. Бұл мына бет жағын ашатын болады екі жаққа қарай. Мінекей. Бұл жерде фрезаны қоямыз. Фрезаның размеріне байланысты осы жандарын жақындатуымызға болады. Не болмаса мүлдем алып та тастауға болады. Мына жерде осындай паздар жасап қойдым. Болттар осы паздың ішіне кіріп тұрады. Сырт жағына шықпайды. Мына жақтан тартып тастағаннан кейін. Әзірге маған осы аралық жетеді. Кейін керек болып жатса, мүмкін тағы да созуға болады, бірақ осы жететін сияқты. Енді арт жағына пылесос қосуға болады. Мінекей тесігін дайындап қойдым. Қазір пылесостың шлангысын жалғап көрсетем. Мінекей шлангымыз дәлме-дәл кіріп тұр. Фрезерный столымыздың астыңғы жағы осындай рейкеге отырғызып қойдым. Фанеріміз иілмес үшін. Мінекей мына жерлерде тонкий настройка жасадым. Араларына осындай мебельный кромкалардан салдым. Сіздерге қазір көрсету үшін, одан кейін бәрін артықтарын қиып салатын болам. Енді қазір сіздерге фрезаны қалай жеңіл орнатамыз, сол туралы көрсетем. Мына жерде ойық осылай ойып қойдым. Фреза осы жерге тұратын болады. Мына параллельный упорды ұстап тұратын болттарға осылай пресс шайбадан бұрап қойдым. Болтымыз қозғалып кетпес үшін. Фрезер өте жылдам орнатылады. Осылай барашкасын қатайтып тастаймыз, болды, фрезеріміз қозғалмайды. Мына жерге осындай ойық жасадым, себебі мұнарадағы өзі фрезаның шлангысын қатайтатын барашкамыз осы жерге кіріп тұру үшін осындай ойық жасап қойдым. Енді фрезерді көтеріп түсіру үшін осындай қолдан кілт жасадым. Қарапайым ғана трубаны осындай гайкеге шет жақтарын ұрып, мына жаққа болты бар еттім. Астыңғы жағына тонкий настройка жасадым. Қазір оны түсіндіре кетем. Енді осылай шурповертке қысып, осылай көтеріп түсіретін болам. Егерде тонкий настройка керек болса, мына жердегі ойықпен отверткамен ақырындап бұра отырам астыңғы жағынан. Жаңағы ойығымыз мінекей осы кнопкамыз осы жерге кіру үшін. Енді осындай кілт жасауыма не себеп болды? Себебі осындай трешоткамен басында бұрамақшы болдым. Бірақ оны осы мына теміріміз осылай неге салған кезде, кілтімізге салған кезде түбіне дейін жетпей қалатын. Осы болтымыз мына жерге тіреліп, гайкамыз толықтай бұра алмай қалатын. Сондықтан осындай кілт жасадым. Енді мына кілтті сондай расчетпен жасадым. Қазір осы гайканы бұраған кезде түбіне барғанда ары қарай бұрамайтын болып қалады. Мінекей айланып тұр. Көтеріп тұр. Егерде бұлай расчет жасамасам, онда гайканы сарывать етіп жүреді. Сондықтан осы расстояниені осыған расчет жасадым. Мінекей фрезеріміздің астыңғы жағы осылай болып тұр. Үстіңгі жағында мінекей толықтай шығып тұр. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.